Күнәсіз әлем. Сол заманда қасқыр мен қозы тату тәтті тұрып, қабылан лақпен бірге тынығады. Ишая пайғамбар жазбасы 11-ші тарау 6-шы аят. Күнәсіз әлемді елестете аласыз ба? Соңғы кездері күнәнің кесірінен бірдеңе істедіңіз бе? Қалай болғанда да сіз шағымдандыңыз, уайымдадыңыз, күңкілдедіңіз, бөлісудің орнына ішіңізде жинап сақтадыңыз. Көмек берудің орнына бұртиып кете бердіңіз. Күнәнің кесірінен сүйетін адамыңызды жараладыңыз, бағалайтын адамыңызбен дауластыңыз. Осындай жағдайда өзіңізді кінәлі, өкінішті не ұялғандай болып сезінесіз. Күнә мың қайғыға батырып, миллиондаған уәделерді бұзады. Сіздің тәуелділігіңіз күнәмен байланысты болуы мүмкін. Сіздің сенімсіздігіңіз күнәнің кесірінен болады. Азғындық, тонау, неке адалдығын бұзу бәрі күнәнің кесірі. Бірақ көкте мұның бәрі аяқталады. Күнәсіз әлемді елестете аласыз ба? Олай болса, көз алдыңызға көк аспанды елестетіп көріңізші.